Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімі Жазира Задашқызы. Барлықтарыңызды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Уақыт мектеп оқушыларына жаңа талаптар қоюда. Оқушының смарт мақсаттар қойып, оған жетуін, оқыту уақытын нәтижелі қолданып, тиімді оқыту технологияларын таңдау дағдысын дамытуға мүмкіндік беретін дербес білім беру бүгінгі таңда білім беру үдерісіндегі маңызды қадам. Бүгінгі конференцияда өзімнің дербес білім беру бойынша тәжірибемді назарларыңызға ұсынамын. Дербес білім беру сәтті жүзеге асуының елеулі бір факторы ол оқу ресурстарын тиімді түсіну. Көрнекі мысал ретінде 11 сыныптың 3 тоқсанында оқытылатын жылу физикасы тарауын алайық. Тарау молекулалық физика және термодинамика бөлімдерін меңгеруге бағытталған 18 оқу мақсатын қамтиды. Қалыпты жағдайда бұл оқу мақсаттарын жүзеге асыруға 40 сағат 7 аптадай уақыт кетеді. Менің тәжірибемде дербес оқыту үдерісі келесі кезеңдерден тұрады: жоспарлау, оқу ресурстарын ұсыну, оқушының дербес әрекеті, мұғалімнің қолдауы, жиынтық бағалауды ұйымдастыру және кері байланыс. Ең алдымен оқушымен бірігіп жоспар құрып, оқу мақсаты мен қолданылатын ресурстармен қалай жұмыс жасау керектігін талдадық. Бұл тарау бойынша негізгі білім 10 сыныптың бағдарламасында игерілгендіктен 3 апта көлемінде меңгеруді жоспарладық. Келесі ресурстарды ұсыну. Тақырып бойынша оқу материалдарын жеке бермей, тарау бойынша қағаз және электронды түрде толық ұсындым. Бұл оқушының өз тиімділігін бағалауға, өз мүмкіншілігін сынауға мүмкіндік берді. Теориялық материалдарды игеруге қажетті кітаптардың электронды нұсқасы және кітаптың өзі оқушыда болғаны дұрыс. Оқушыға альтернативті кітаптарды ұсынып, қай кітаптан қай тақырып бойынша ақпарат алуға болатынын көрсеткен абзал. Сонымен қатар, оқушыға қысқа мерзімді видеоресурстар беру өз бетімен білім алуға мүмкіндік береді. Ұсынылатын қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жауабымен берген тиімді. Себебі оқушы өзін-өзі бағалауына, өз қатесіне талдау жасауға, қай оқу мақсаты бойынша мұғалімнен кеңес алу керектігін анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар оқушы өзіне артылған сенімге жауапкершілікпен қарап үйренеді. Кез келген уақыт мезетінде сіз оған қолдау көрсететіндей қолжетімді болу керексіз және оқушының арнайы кеңес алу күні белгіленуі қажет. Аптаның соңында, егер оқушы дайын болса, қалыптастырушы бағалау нәтижесіне кері байланыс алғаннан кейін жиынтық бағалау жүргізіліп, нәтижесі оқушыға ұсынылады. Яғни оқушы алдын ала жиынтық бағалау тапсырмасын орындай алады. Дербес оқытуды жақсарту бойынша оқушыға жүргізілген сауалнамада жиынтық бағалау 90-ның басында дайын тұрғаны дұрыс. Себебі оқушы жоспардан бұрын тарауды аяқтауы мүмкін. Яғни бізде келешекте ескеру қажет нәрсе ол жоспардың икемді болуы. Дербес білім берудің базалық принциптеріне сүйеніп, жүргізілген жұмыс нәтижесінде оқушым 3 тоқсанның оқу материалын бір ай көлемінде 96% көрсеткішпен аяқтады және ол 1 тоқсандағы оқушының сыныптағы оқыған нәтижесімен бірдей десе болады. Келесі кезекте дербес білім беру бойынша оқушы үнін назарларыңызға ұсынамын. Всем здравствуйте, меня зовут Леулиев Алим, я ученик 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы города Талдыкорган. Я успешно обучаюсь на персонализированном обучении по предметам математика и физика. Для чего нужно персонализированное обучение? Существует множество учеников, которые обладают высоким потенциалом в том или ином предмете и могут закончить курс обучения намного быстрее других. Зачастую такие ученики быстро усваивают материал, но не могут идти дальше, так как в рамках класса их задерживают другие ученики, которым нужно больше времени для изучения материала. Персонализированное обучение позволяет таким ученикам заниматься самостоятельно, вне зависимости от других, а также делает это намного быстрее. Благодаря этому ученик выигрывает уйму времени и направляет его в другое, нужное ему русло. Какими качествами должен обладать ученик, который хочет учиться на персонализированном обучении? Первое – это стрессоустойчивость.
На персонализированном обучении очень важно оставаться сконцентрированным даже в стрессовых ситуациях. Второе. Умение работать самостоятельно. 95% работы ученик делает сам, поэтому это очень важно. Третье и последнее – это ответственность. На персонализированном обучении ученик выходит из постоянного контроля учителя. В такие моменты очень важно оставаться ответственным и делать все, что ему нужно. Какова же роль учителя? Во-первых, учитель направляет, дает материал, задания, ответы на задания, а также обучающие видеоролики. Во-вторых, учитель помогает, то есть отвечает на вопросы, помогает решить задания. В-третьих, учитель поддерживает. Часто у учеников бывают стрессовые ситуации. В такие моменты учитель поддерживает морально. Какой совет я бы дал ученику, который собирается обучаться персонализированно? Первое. Не бойтесь рисковать. Не бойтесь подавать на персонализированное обучение. Это не билет в один конец. Всегда можно вернуться, если будет тяжело. Второе. Не бойтесь трудностей. Вначале будет тяжело, и даже очень. Однако потом вы приспособитесь и станет намного легче. Третье. Не тратьте время зря. Вкладывайтесь по полной, используйте каждую минуту, чтобы выиграть как можно больше времени и направить его в то, что вам нужно. Спасибо. Біз ұсынған ақпараттар тиімді болды деген сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет.